Ұлы ханша сондок ұнаса, онда мына дорамада точно ұнайды. Ұлы ханша сондок кезінде Қазақстан арнасынан көрсеткен еді. Егер мен қателеспесем, күндіз 4-те көрсететін, осы асыға күтетін едім әрбір бөлімін. Ішіндегі сондокқа қарағанда маған әрине Мишель өте қатты ұнайтын, актриса өзінің рөлін енді ғажап алып шыққан еді. Ал бұл дорама, жаңа дорама, аяқталуына бірнеше бөлім қалды. Бұл Королева Вангён немесе Вонгён. Бұл жерде болашақ патша екеуі махаббат болады. Осы әйел патшаның патша болуына көмектеседі. Соның қайсарлығының арқасында, мықтылығының арқасында патша болады. Алайда уақыт өте патша өзінің көрсетеді. Сен әйелсің, екінші орындасың, мен патшамын, маған бағын деген сияқты. Ал бұл әйел бағынғысы келмейді. Өйткені ол мықты, өйткені ол ел үшін, жері үшін, халық үшін бәрін жасауға дайын. Патшаның әлсіздігіне көнетін ол емес. Әйел ол екінші орында, әйел төмен болу керек деген адамдарға бұл дорама ұнамауы мүмкін. Ал басты рөлді ойнаған актриса енді өте күшті сомдайды рөлін, маған өте қатты ұнап жатыр. Сондықтан да осындай типті дорамалар ұнаса, дәл осыны көруге кеңес беремін. Дораманың аты Королева Вангён.